Құрметті әріптестер, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес, күнделік кезет жүйесінде заңды және жеке тұлғаның электрондық цифрлық қолтаңбасы арқылы, яғни ЭЦК кілті арқылы авторизациялау мүмкіндігі енгізілген. Бұл бейненұсқаулықта ЭЦК көмегімен жүйеге қалай кіруге болатын, авторизация алдында қандай талаптарды орындау қажет екенін және алғашқы кіру кезінде нені ескерту керек екендігін көрсететін боламыз. Алдымен біздің портал күнделік KZ сайтымызға өтесіздер. Күнделік KZ-ке кіру басасыздар. Бұрынғыдай осы күнделік сайтына кіру үшін сіздер біздің пайдаланушы атын және құпия сөзін енгізіп, сөйтіп кіресіздер. Бұрынғыдай осы ақпаратты енгізесіз. Ары қарай кіру батырмасын басамыз. Енді жалпы айтқанда жүйеге осы екі факторлық аутентификациядан өту үшін қандай жаңағы кісілер оны қолдану керек. Жалпы айтқанда қазіргі уақытта талаптары міндетті түрде ол әкімшіге, адамдар блогына қолжетімділігі бар редактор, сынып жетекші, директор, психолог ұстаз және басқарушы ұйымның қызметкерлері, яғни білім басқармасының білім бөлімдерінің әдіскерлері. Жалпы айтқанда сіздер білесіздер, ЭЦК кілтін пайдаланған кезде сіздерге NCLA бағдарламасы керек. Яғни сіздер егов сайтына кіресіздер ғой, сол егов сайтына кіру үшін сіз осындай бағдарламаны орнатасыз өзіңізге. Сәйкесінше тура сол бағдарлама сіздің компьютеріңізде міндетті түрде болу тиіс. Сондықтан осы қадамға келген кезде сіз осы бағдарламаны қосуыңыз тиіссіз. Ары қарай біздің сертификатты таңдау барысында сіздерде ЭЦК кілті заңды тұлғаныкі болуы мүмкін, немесе жеке тұлғаныкі болуы мүмкін. Егер де директор сізге заңды тұлғаның кілтін ашып берсе, оны қолдануға болады, немесе өзіңізде тек қана жеке тұлғаның кілті болса, соны қолдансаңыз да болады. Бір ескерту ғана айтып шығайын. Егер де сіз ЭЦК кілтін бүгін ғана ашсаңыз, яғни жүйеге енді ғана кіріп, бүгін сол ЭЦК кілті керек деп, сосын егов сайтынан осы кілтті ашып қойсаңыз, онда тек қана 24 сағаттан кейін ғана бұл кілт сіздерде белсенді болады. Яғни сіз бірден оны қолданып жүйеге кіре алмайсыз. 24 сағаттан кейін ғана, яғни бір тәуліктен кейін ғана сіз жүйеге кіре алатын боласыз. Енді келесі қадам сертификатты таңдау батырмасын басамыз. Сізде осындай терезеше ашылады. Оның ішінде сіздерден жаңағы сіздің кілтіңіз қайда екенін көрсетуі тиіс, яғни қойма түрін, сақтау орнын, нақты қай бумада, яғни папкада жатқанын көрсетесіз. Одан кейін құпия сөзіңізді, осы кілтке қандай құпия сөз орнатып қойғансыз, соны енгізесіз. Құпия сөзді енгіземіз, ашу батырмасын басамыз. Өзіңіздің ақпаратыңызды тексересіз, барлығы дұрыс па, мерзімі өтіп кеткен жоқ па. Одан кейін қол қою батырмасын басамыз. Мінекей автоматты түрде біз осылай жүйеге кіреміз. Яғни бірден жүйе енді ашылмай, тек қана екі факторлық аутентификациядан өтіп барып ғана ашылатын болады. Және қосымша түрде, егер де сіздің жүйеңіз осылай ашық түрде қалып қалса, онда бір сағаттың ішінде ол жүйенің ішінде сіз ештеңе істемейтін болсаңыз, ол бір сағаттан кейін сізде жабылып қалады. Яғни сізге қайтадан логин пароліңізді, яғни пайдаланушы аты мен құпия сөзіңізді және ЭЦК кілтін пайдаланып жүйеге кіру керек болады. Мінекей осы ең басты және маңызды нәрселерді сізге білу керек. Қосымша түрде, егер де сіздер жүйеге кіру барысында сіздерде ЖСН көрсетілмеген деген қателікті көріп жатсаңыз, онда сізге әкімшіге жолығу керек. Яғни әкімшіңіз сіздің жеке парақшаңызда осы ЭЦК кілтін қолдану үшін ЖСН-іңізді теріп сақтайды. Оны қай жерден көрсетеді? Жаңағы әкімшілік ету арқылы әкімшілік етуге кіреміз. Осы жерден мысалға адамдар тізіміне барады. Сіздің әкімшіңіз қажетті мұғалімді таңдайды, және де сол мұғалімнің парақшасында деректер бөлімінде осы жерде ЖСН деген жер бар. Осы ЖСН-іңізді көрсетеді де сақтайды. Сол кезде сіздің жаңағы парақшаңыз осы ЭЦК кілті пайдаланып жаңағы жүйеге кіре алатын болады. Алайда егер де сіз жалғыз әкімші болсаңыз, сізден басқа жаңағы осы ақпаратты ешкім енгізе алмаса сізге, яғни сіздің өзіңізде жаңағы ЖСН көрсетілмеген болса, онда қолдау қызметіне хабарласып, қолдау қызметінің қызметкерлері арқылы осы ақпаратты енгізу мүмкіндігі болады сіздерде. Яғни сізде жаңағы ЖСН болмаса, осындай сұрақтармен бізге хабарласаңыздар болады. Осымен мынау бейненұсқаулығымыз аяқталды. Егер де сұрақтарыңыз бар болса, төменде мен сізге қосымша түрде біздің номерларымызды сақтап
жиберемин.